Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге рыба в сметане ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге балық қажет болады. Менде судак балығы, өте дәмді, керемет, қылтаны аз балықтың бірі. Мен балықты алдын ала тазалап тұздап алдым. Одан кейін осындай бөліктерге, бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Одан кейін бөлшектенген балықтарымызды осылай ұнға аунатып аламыз. Одан кейін осындай бір жуаны алып, ең бірінші майды қыздырып алып, осылай жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Қатты күйдірмей, қызарғанша қуыратын боламын. Бірінші қуырып аламыз, өйткені одан кейін балықты қуырған кезде майымыз түсі өзгеріп кетеді, сонда пиязымыздың да түсі өзгеріп кетеді. Сондықтан ең бірінші пиязды қуырып алған дұрыс деп ойлаймын. Дәл өзім осындай әдісті қолданамын. Міне жуаны осындай қатты қызартпай, осындай қылдырып, сәл қызарғанша ғана қуырып алатын боламыз. Және жеке табаққа алып тастайтын боламын. Міне оны жеке алып қойдым. Енді қалған қызып тұрған майға біз осы судак балығын қуырып алатын боламыз. Толық қызарғанша қуыратын боламын. Достар, менің каналымда балықты қалай оңай әрі тез ашу жолдары бар. Оны мен сіздерге подсказка бөліміне қойып кететін боламын. Одан кейін сазан балығы, түрлі менің каналымда балықтардың рецепттері бар. Қалай жасайды, қалай балық қуырамыз, қалай ашу жолдары барлығы менің каналымнан таба аласыздар. Оны подсказка ретінде конечная заставка бөліміне де қойып кететін боламын. Міне осымен біздің балықтарымыз толық қуырылды. Менде пешім, енді әркімнің пеші әртүрлі. Менде 15 минуттай қуырылды әр балық. Сонда менде кемінде бір 25-30 минуттай шамамен уақыт кетті. Енді жаңа ғана қуырылып біткен балықтарға біз жаңағы пиязымызды қосатын боламыз үстіне. Одан кейін менде қолдың қаймағы. Қолдың қаймағын білесіздер. Қасықтың өзі міне қалай батып тұрады, қою дәмді болып шығады. Енді қолдың қаймағына ештеңке жетпейді деп ойлаймын. Дәмді болып шығады. Ал егерде сіздерде қолдың қаймағы болмаған жағдайда, кәдімгі магазиннен сатып алынған 20%, 15% қаймақтарды да қолдана берсеңіздер болады. Бірақ енді қолдың қаймағымен жасасаңыздар, өте дәмді, дәмін ерекше қылдырып береді. Сондықтан егерде жаңағы сіздерде возможность болса, онда кәдімгі қолдың қаймағын пайдаланған жөн деп ойлаймын, өз ойым. Сондықтан да осындай әдістермен жасап көріңіздер. Енді міне осы қаймақтарды жағып шығамыз да, осы балықты кемінде жай отта 20-25 минут қайнату керек. Міне осындай балғын болып, сап-сары болып піседі. Балық толық пісу керек. Міне осымен менде кемінде 25 минуттай өз бабында пісті балық. Енді дәмі деген соусы ғой, енді керемет. Осындай қаймақ қосылған балықтың соусымен бірге жасап көріңіздер, кеңес беремін. Енді дәмі деген тіл үйрет, керемет. Біз бірден жеп қойдық. Балалардың өзі қуана қайтадан сұрап тұрып жеді ғой. Дәмі деген сөзбен тұры жеткізіп айта алмаймын. Жұмсақ болып пісетін. Қараңыздар, балықтың өзі езіліп тұр, балғын болып тұр ғой, керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, сіздерге рецепттер ұнап жатса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазақша ютубты бірге дамытайық. Сіздерге үлкен алғысым шексіз.
комментарий қалдырып мені қолдап жазып жатқан жандарға үлкен рахмет. Сіздердің әрбір жазған комментарийларың, лайк, подпискаларыңыз маған үлкен маңызды. Рахмет.